Достар, бұл видеоны бастамастан бұрын өзімнің группамды ұсынам. Бияқта жақында конкурс болады, 5К-ға қарсы, 5К-ға орай. Сол конкурсқа қатысып кетулеріңізді сұраймын. Мінекей 16 адам. Конкурстың жауабы 200 подписчиктен кейін шығады мында. Сол осы группаға подписаться еткетіңіздер. Описанияда қалдырып кетемін ссылкасын міндетті түрде. Ал біз видеоға. Ана жерге жатып қалған ба түнде? О, ноутбуктан кеше ноутбугымды алып кетті ғой. ВК-да жазып атып еді ғой. Блин, бетғом жолайын. Субботник деп жазып атып еді ғой. Бүгін көбісі келмейді шығар. Өйткені 1-90 демалысқа шығып кеттік. Енді қыста жақын қалды. Енді субботникқа бара берейін. Ланчбоксты алып алдым. Нан еткен керемет. Ауа райы болып тұр. Декопер алдында айтып еді, Дубайға кеттім деп. Дубайға кеткен шығар ол. Күшті өмірлер. Или кетпеді ма, білмеймін. Субботник шаршап кеттім ғой. Ішім бәрін тазалаймыз ба? Сонда? Ё-майо, субботник қиын болайын деп тұр ғой. Так, мектептің алдында кімдер тұр анау? Мен класстастарым екен ғой. Ё, шақ адам келген ба не? Чо там? Жақсы өзің? Ау. Привет. Салам алейкум. Так, не тазаласын деді? Сендерге айтып кетті ма апай? Тапсырып кетті дейді. Күрек берді. Аха, осымен тазалаймыз ба? Бірінші ауланы тазалап шығамыз, сосын нені тазалайтын шығамыз? Поля и ауланы. Аха. Онда мен деген кішкен поляны тазалайыншы. Кеттік онда. Алико, сен менімен барасың ба? Алико. Кеттік. Сен қыз бара тұр, кіммен барасың ғой деймін. Немен? Атым тұқалым. Броуырмен барасың ғой деймін. Осы поляны тазалайықшы. Тез алып тастау керек. Субботник деген білейін шыққам келмеген, шаршатады. Мына яқтың бәрін тазалау керекпіз ба? Ё-май. Субботниктен кейін бір асханаға кіріп шығамыз ба? Қопсытып бәрін істеу керек қой деймін. Аз адам келген, таң әлі атпады ғой. Ау, айта бер. Қасымда жүрсің ба? Так, мұнан бәрін тазалаймыз ба сонда? Ё-май, көп уақыт кетеді ғой. Так, мұнақты қиналып кетесің, мен тазалап. Әзер тазаланады, қатты шөп еще, я. Бірақ мен күшім жетіп атыр, кішкене әзер тазалап. Алико қанша тазалапсан ұш? Тазалап. Осы апай айтты да, өз кемеде апайдың. Қызығы. Біздің жұмыс керек емес қона, қоқысқа тастайық. Барып қазынан бәрін жинап алайын. Белі ауырып кетеді, үстіп тазаламаса болмайды. Қолмен тазалап. Бірақ жаңбырдан кейін, кеше жаңбыр жауды емес па, содан кейін оңай ғой. Былай. Демалып аламыз ба? Мектепке кіріп, кішкене. Мұнау қайын болып кетті ғой. Асханаға. Менде тамақ бар. Кішкене тамақ берейін ба? Кел, тамақ берейін. Хот-догтан ал. Кеттік, анда отырып жеп кішкене нетіп алайық. Кішкене сындырып алайын. Қайын болып кетті ғой, что-то. Шаршататын жұмыс екен.
ана жақ вообще көп қой. Ана жақта мына екеуі келе жатыр. Істеп тастады ма? Кеттік, анда отырып нетіп алайық, кішкене демалып алайықшы. Ё-моё, осылар ғана. Жоқ, бітірмедік. Әлі бітірмедік, сол. Әлі жүр. Сендер бітірдіңдер ма? Бізде де көп дейді. Иә, біз сол ана жақты жартысын ғана бітірдік, сол. Кішкене демалып алайық. Мектептің ауласы көп, сол жартысын тазалап қайтып кетеміз ғой, неме? Өздеріне керек болса тазалап алар. Мен жұмыс істей берейінші пока. Кеттік, ана жақты бітіріп тастайық. Төртеумізде тез бітіріп тастайықшы. Субботниктан қашып. Ема, апай алдындағыдай мен мектептен қашып кеттім ғой, Дикопер екеуміз. Қайттан барған кезде апай ұрысты ғой. Ұрса береді апай. Мына тазалап тастайын қазір. Тез жұмыс қой. Апай жоқ, сол өзі де жоқ қой, сол. Не үшін келмеген? Сол ғой. Мынан бәрін тазалап тастайық. Мынан жұмысы көп екен. Мә, мұнан. Болдық қонан тазалап. Футбол смело ойнай берсе болады. Дикопер білмеймін, Дубайда ма, сондайда ғой деймін. Келеді осы. Алдында ғана кетті да, бүгін кешке ма келу керек. Не деген арман, сол ғой, арман. Так. Мына жақтан бастайын. Жеге мына жақтан бастайық. Бәрін бітетін сияқтымыз бүгін бар ғой. Ё-май. Жартысынан келіп қашып кетем ғой мен. Үйге барып демалып, ноутбукпен нені қарап, сояқта кішкене жұмыстарым бар еді. Так. Еще бар ғой, мен ютубқа түсірем ғой, сол каналымда 5000 подписчик болады, жақында конкурс болады сояқта. Соны қатысып кетіңдер. Қатысасыңдар ма? Иә, 5000 подписчик болады сол. Так, рахмет, құтты болсын. Так, мұнан бәрін тазалап шығу керек. Мектепті қараш. Директор қарап отқан шығар. Рахаттанып ішінде. Суббота демаламыз ба деп. Аяқтың бәрін тазалап тастады ғой. Қоқыс лақтырып кетейікші, бір жаққа қоқыс. Бәрін лақтырып кетейікші. Кешке ма Майнкрафт? Давай ойнайық. Ойнайық. Шөп тазалайым деп жер қазып кеттім ғой дейді. Иә, сондай кішке жерлер бар, сондай қазылып кетеді. Тез күрекпен алып тастайсың. Мен қолмен тазалап жатырмын көбісін. Қолыма перчатка киіп алдым да. Қолмен жылған тезірек екен. Туфнан бүгін бітеміз ба? Түс болды ғош. Шаршап кеттім ғой. Кеш батқан мен үйге қайта берем мен. Үлгерсек үлгереміз. Төбіліспеңдер жеге. Ана қой сал, иә, сол жерді. Короче, мен арғы жақты тазалайым. Осы ортадан бастап. Яқты, бұлай. Давайте жеге тез бітіп бастайық. Қайта береміз, өзіміз айта саламыз, ауырып кетіп қалды деп уайымдама дейді. Давай. Сендерді өздерін тазалап тастайсыңдар ма? Кешке түнге дейін тазалайтын сияқтымыз, мынаның бәрінші. Көлеңкеге демалайыншы кішкене, тамақ жеп. Ыстық күн, иә? Қашан қыс болады екен? Күз болып, жапырақтар сарғайып жатыр. Артын қалдырып кетеміз ба? Жоқ, кішкене тазалайықшы. Ато апайлар ұрсады. Біздің апайларды білесің ғой сен? Мына жақта Дикопер ішім пісіп кетті ғой. Мен қызым қайда екен? Жақсы көрген қызым қайда екен? Соны бір киноға шақырсам ба деген ойдам. Жеге,
мынаны бітіріп тастайсыңдар ма өздерін? Шаршап кеттік қой мына жақта. Кеш батып қалды уж. Сол кеш батып. Кішкене арғы жағын істеймін мен онда. Арғы жағынан істеймін да қайтып кетем ғой. Шаршап кеттім ғой әзер. Мына жақты бітіріп тастайын өзім. Мен қызым қайда екен? Болды ғой жиге. Үйге қайта береміз ба, кеттік. Ё-моё. Мәна ақтан күректерін қайқа қойып кетеміз. Дикопердің ба, қызы, білмеймін. Мұнда лақтырып кетейік, мусор жинағыштар жинап кетер. Иштіп лақтырып кетейін. Ал, давайте жиге. Қыздар, давайте. Вақтаға ма? Давай. Старыста ғой дейм, қыз. Жоқ, ол емес па, білмеймін. Ау, айта бер. Давай, қайтасыңдар ма? Мен де қайтайын, мен жаңадан келгем осы қалған. Жаңадан келгем ба? Купер келсе айтасың ғой, давайте. Мен қайтайын болды. Кеш батып кетті ош. Шаршадым, ё-моё. Мектептен ош үйге барып, киімді шешіп, ұйықтайын қорайып. Мына Найқан, ап, секіріп өтем ғой шақтан. Үйге жеттім ұш. Мына жақтан дейінші. Түн батып кетті маңа ұшы. Тез бататын бопты ғой түн ұш. Күн қысқарып жатыр ұш. Ё-моё. Маға киімдерім шешіп, аяқ киім шешіп қойыншы. Бұл тамақ жиында жатайын мен қой. Сағатты қарайық. Түнгі 8-де ұйықтайын болды.